Сәлем, қайырлы күн. Бүгін біз сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Жұмсақ, нәзік, сұраныстан қалмайтын пирогтардың бірі болып табылады. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Сексен екідегі 5% жұмсақ сары майымызға жаңағы қант пен жұмыртқа араласқан қоспамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Қопсытқыш, ұн, екеуін жаңағы жұмсақ сары майымыздың үстінен салып, қамыр илейтін боламыз. Күш салып илемеңіздер, өте нәзік, жұмсақ қамыр болып шығуы қажет. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 26 диаметрлі формада қамырды жайып, шетіне бортиктерін шығарып, орналастырып аламыз. Осылай тегістеп, түп-түзу етіп жайып алыңыздар. Салмасы дайын болғанға дейін тестамызды холодильникке салып қоямыз. Бортигінен шыққан артық қамырларды пышақтың көмегімен кесіп аласыздар. Салмасына жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды екеуін венчиктің көмегімен жақсылап қант ерігенше араластырып алатын боламыз. Жиырма проценттен жоғары қаймағымызды саламыз. Жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Бұл процеске ешқандай миксердің де қажет жоқ. Тек венчикпен жақсылап араластырсаңыздар жеткілікті. Салмасы дайын. Енді дайын болған тестамыздың үстіне жаңағы салмағымызды құйып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Толық суығаннан соң ғана формасынан алыңыздар. Сіздермен бірге болған Моля. Рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!